Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге декреттік төлемдер бойынша, дара-давой бойынша есептеп көрсететін боламын. Яғни 2023 жылдың шілде айынан бастап өздеріңіз білетіндей әлеуметтік кодекске жаңа заң өзгерістер енді төлемдердің суммасы да ұлғайды деген сияқты. Яғни бұл ИП-ларға, жеке кәсіпкерлер, бұрыннан бастап сіздер жұмыс жасап жүрсеңіздер, немесе жаңадан ашып жұмыс жасасаңыздар, белгілі бір кәсіп түрін таңдап, кәсіп ашасыздар. Яғни сіз сол кәсіп жасағаныңыз үшін мемлекеттен декретке шығатын кезде осындай төлемдер алатын боласыздар. Яғни 1.800.000 теңге деп айтып жатамыз, сол 1.800.000 теңгені қалай аламыз, қанша төлем төлейміз, соны түсіндіретін боламын. Міндетті зейнетақы жарнасы бойынша 54.500 теңге төлейсіздер, код жаңа заң бойынша. Обязательные пенсионные взносы деп жатады. Екінші, әлеуметтік аударымға социальный отчисление 17.150 теңге. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымына мәміс деп жатамыз 4.900 теңге. Жеке табыс салығына 8.400 теңге төлейміз. Сондай-ақ кассовый услуг деп жатамыз. Касса тіркеп сіз белгілі бір кәсіпті жасап жатсаңыз, немесе ашып жатсаңыз, өзіңіздің табысыңызды заңдастыруыңыз керек. Яғни касса ашсаңыз, касса арқылы жұмыс жасайтын болсаңыз, счет арқылы емес. Ол кезде 1400 теңге кассовый услуг төлесеңіз болады. Немесе қазір өзімізде е-салық деген приложение бар, сол арқылы кассовый услуг төлемей өзіңіз тіркеліп, тегін өзіңіздің табыстарыңызды ұрып отырсаңыз болады. Яғни мысалы сіз үйден тәтті сатуға белгілі бір пирожный, торттар сатам деп кәсіп ашсаңыз, сол әрбір сатылған өніміңізді кассаға ұрып отырасыз. Яғни бұл жерде айтпағым, бір айға жалпы төлем 86.350 теңге төленеді. Келесі 86.350 теңгені біз төлесек, қанша кіріс, қанша счетымызға қанша ақша түседі, яғни соны білетін боламыз. Бір айға сіз төлем жасасаңыз, 86.350 теңгені төлем жасасаңыз, қанша кіріс кіреді. Яғни бұл әлеуметтік аударым бойынша есептелінеді. Ең жоғарғы суммасы 490 мың әлеуметтік аударымды біз 12 айға бөлеміз. 12 айға бөлгенде 40.833-те 3 шығады. Бұл сумманы біз арнайы бекітілген 4/2 коэффициентке көбейтсек 171.500 теңге шығады. Яғни бұл 171.500 теңгеден 10% бізде пенсион қосталынса, сіздің счетыңызға 154.350 теңге түсетін болады. Келесі біз таза пайданы көреге, бізде бір айға шығын 86.350 теңге десек, бір айға кірісіміз 154.350 теңге болады. Таза пайдамыз біздің қанша болады? 68.000 теңге болады. Яғни сіз бір айда 86.350 теңге төлеу арқылы біздің кірісіміз 154.350 теңге болса, одан шығынды алып тастаймыз. Таза пайдамыз 68.000 теңге болады. Дара-давойды счетқа түсетін пайда. Дара-давой счетқа қанша айда қанша теңге түседі. Яғни 1.800.000 теңгеге біз дайындалуымыз керек. Яғни жүктілікті жоспарлап, 2-3 ай бұрын кәсібіңізді ашып, ИП-іңізді ашып дайындалуыңыз керек. Яғни 1.800.000 теңгеге шыққыңыз келсе. Бір ай үшін 154.350 теңге аласыз, бір ай төлем төлесеңіз. 2 ай төлем төлесеңіз 308.700, 3 ай 463.050 теңге, 4 ай 617.400 теңге, 5 ай 771.750 теңге шығады, 6 айда 926.100 теңге, 7 ай бойы төлесеңіз 1.080.450 теңге, 8 ай 1.234.800, 9 ай 1.389.150 теңге, 10 ай 1.543.500 теңге, 11 ай 1.697.850 теңге, 12 ай 1.855.200 теңге. Бұл таза біздің счетымызға түсетін пайдамыз. Яғни бұл жерде
пенсионканы барлығын шығындарды алып тастағанда біздің таза счетымызға түсетін пайдамыз. Осы дарадовой декреттік төлемдер бойынша ИП ашу, касса жүргізу, барлық төлемдер бойынша сопровождение жасау бойынша қызмет көрсетемін. Сондай-ақ өзім онлайн обучениеде сіздермен жеке байланыста үйрететін боламын. Яғни сіздер декретке миллионмен шығу әдісін сіздерге үйрететін боламын. Бастан аяқ мен өзімнің жеке мәліметтерімді қалдыратын боламын. WhatsApp нөміріме хабарлассаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.